Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ерекше дәмді, өте тез дайын болатын, әрі өте әдемі көрінетін, дәмі тандыр нанның дәміне ұқсайтын наны бар. Кереметте ерекше тағам кесе самса дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Қамыр үшін ең алдымен ұн қажет болады. Електен өткізілген ұнымыздың үстінен қопыстықшымызды салып, жақсылап араластырып, дайындап қоямыз. Ортасын шамалы ашып қойыңыздар. Енді бөлме температурасына тұрған жылы суымыздың үстіне тұзымызды салып, жақсылап ерігенше араластырып, ұнымыздың үстінен құйып, шамалы ғана араластырып жібереміз. Үстінен ерітілген сары майымызды құйып, қатты емес, тым жұмсақ емес, орташа тығыздықтағы қолға өте жағымды қамыр илеп аламыз. Әзірге қамырымыздың бетін жауып, салмасы дайын болғанша тындырып қоямыз. Шамамен 10-15 минутқа тындырып аламыз. Салмасына ұсақтап туралған пияз және де картоп, сонымен қатар ет қосамыз. Қалауыңызша майлы болу үшін шамалы құйрық май немесе іш май қосып жіберсеңіздер болады. Үстінен тұзымызды және қара бұрышымызды саламыз. Барлық қажетті заттардың тізімін және мөлшерін описание бөлімінен көре аласыздар. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осы жерде негізінде қызанақ қосып жіберсеңіздер, одан да керемет сулы болады. Менде қолда болмады, сол себепті қоспадым. Енді юы қанған қамырымызды қанша кесе жасаймыз, сонша бөлікке бөліп шығамыз. Мен 4 үлкен және 2 кіші кесе жасайтын боламын. Соған қарай 6 зуалаға бөліп алдым. Енді осы әр зуаладан бір кеседен шығатын болады. Енді әр зуаланы бөлек 3 бөлікке бөліп алатын боламыз. Қазір видео барысында барлығын түсінетін боласыздар. Сіздерге түсініктірек болсын деп тағы да бір рет көрсеттім. Әрбір зуаланы осылай 3 бөлікке бөліп аламыз. Үлкен, орташа және кішкентай бөлікке. Осы бөлген 3 бөліктен ең үлкенін алып, орташа қалыңдықта жайып алатын боламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, каналымның дамуына үлес қоссаңыздар екен деймін. Лайк басып, пікір қалдырып, мені қуантатын боласыздар. Алдағы уақытта сіздер үшін кереметте рецептер ұсынатын боламын. Қамырымызды осылай орташа қалыңдықта жайып алғаннан кейін, осылай кесеге орналастырып, ішіне салмасын салатын боламыз. Міндетті түрде кесеге салып салыңыздар, сонда формасы біркелкі әдемі болатын болады. Салмасын салып болғаннан кейін астын жақсылап біріктіріп бекітетін боламыз. Астынан майы суы ағып кетпес үшін жақсылап бекітіңіздер. Кесеміздің ортаңғы бөлігі дайын. Енді орташа қамырымызды алып, жайып, кесенің астына тарелкасын жасаймыз. Бұны да орташа қалыңдықта жайып аласыздар. Енді осылай астын келтіріп, артық бөлігін астына тығып, немесе кесіп тастасаңыздар болады. Мен осылай астына кіргізіп, шамалы біріктіріп жібердім. Енді ең соңғы қалған 3-ші қамырымызды осылай тағы да кішірек бөлігін алып қаламыз. Бұл бізде қақпақтың ұстағышы болады. Қалған бөлігін орташа қалыңдықта жайып аламыз. Жайған қамырымызды теңдей етіп 4 бөлікке бөлеміз. Лағман созғандай етіп, осылай домалақтап, сосын қырап аламыз және осылай екеуін біріктіреміз. Енді екінші бөлігінде дәл солай жасап аламыз. Дайын болған 2 қамырымызды бір-біріне айқастырып, осылай өрген сияқты форма шығарамыз. Өрілген сияқты осылай болып шығу керек. Арқан тәріздес, осылай әдемі форма шығу қажет. Видеода түсінікті деп ойлаймын. Осылай бір-біріне айқастырып отырып, осылай жасап аламыз. Енді бұл біздің кесеміздің қақпағы болады. Кесеміздің үстіне домалақ етіп орналастырып аламыз. Ең соңында осындай кішкентай қалған бөлігін қақпақтың ұстағышы етіп, дөңгелек етіп төбесіне қойып қоясыздар. Басқа да зуалаларымыздан осындай кесе самсалар жасап аламыз. Барлығы дайын болғаннан кейін жұмыртқаның сарыуызының үстіне біраз қасық сүтімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Және осы сұйықтығымызды барлық кесе самсаларымыздың үстінен жағып шығатын боламыз. Қақпағын толық жан барлық шетіне осылай жағып аламыз. Ең соңында осылай үстіне күнжіт сеуіп, әсемдеп, қызып тұрған 190 градус пеште шамамен 50-60 минут шамасында пісіріп аламыз. Мінекей біздің самсамыз дайын, өте керемет болып шығады, түрі өте әдемі, иісі, дәмі дәл тандыр самсаның иісімен дәміне ұқсайды. Осылай пышақтың көмегімен домалақ етіп ашып алатын боламыз. Енді дәмінің кереметтігін айта алмаймын. Ешқандай да еті піспей қалады деп қорықпаңыздар. Еті барлығы пісіп, өте керемет болып шығады. Тағамды ұсынар алдын осылай аскөкпен сәндеп ұсынсаңыз болады. Тіпті сәндемей ұсынсаңыз да өте керемет, өте дәмді болып шығады. Түрі де сондай тартымды, өте керемет. Міндетті түрде жасап, отбасыңызды қуантыңыздар. Осындай ерекше тағамды ораза кезінде жасасаңыздар да керемет болып шығады.
Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Алдағы уақытта басқа да қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Каналыма жазылып, тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, әрқашан жаңа шыққан видеоны бірінші болып көріп отыратын боласыздар. Сіздермен болған арайлым, баршаңызға рахмет.